Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз геометриялық фигуралар туралы білетін боламыз. Жалпы фигураларды екі топқа бөлеміз. Геометриялық фигуралар, жазықтықта орналасқан фигуралар және кеңістікте орналасқан фигуралар. Жазықтықта орналасқан фигуралар міне экранда көріп тұрмыз. Яғни оларды сендер өте жақсы білесіңдер. Енді олардың атын атап беріңдер. Бәріміз бірге жазықтықтағы фигуралардың атын атаймыз. Тамаша. Көп оқушылар жазықтық деген сөзге түсінбейтінін байқадым. Жазықтық дегеніміз, мысалы осы экранның беті жазық. Және сендердің жазып отқан дәптерлердің беті жазық, тақтаның беті жазық, партаның беті жазық. Яғни күнделікті өмірде тегіс беттерді жазық беттер дейміз. Сендерге түсінікті болу үшін. Енді осы фигураларды біз сурет дәптерге саламыз, немесе өз дәптерлерімізге сызу арқылы жазық беттер, сызу арқылы өлшеу арқылы сызғыш карандашты пайдалана отырып бір сызықпен салып шығамыз. Яғни жазық бетке орналасқандықтан оны жазық фигуралары деп атаймыз. Және оларды әртүрлі түспен бояй аламыз. Сонымен бірге жаңа атап өткендей, өмірде бізде жазықтық фигуралармен бірге кеңістік фигураларда кездеседі. Яғни кеңістік фигуралардың бейнесіне сәйкес көптеген заттарды үйде де, айналамызда да, сыныпта да кездестіре аламыз. Оны сабақ барысында ары қарап түсінетін боласыңдар. Экранға назар саламыз. Бұл фигуралардың бәрін геометриялық денелер дейміз. Яғни дене дегеніміз не? Дене дегеніміз кез келген затты ұстауға, көруге болатын болса, оны дене деп айтамыз. Яғни дене дегеніміз ол затты ұстай аламыз. Мысалы, мына жерде конусты алып қарайық. Конусты біз алып, оны ұстай аламыз. Ол партаның үстінде конус немесе пирамиданың бейнесі, кубтың бейнесі, цилиндрдің бейнесі тұрады. Яғни кеңістікте орналастыру. Оларды біз ұстап, көріп, олардың жәндегі жақтарын, айналымын көре аламыз. Яғни дәл осындай бейнеде бізде айналамызда қандай заттар бар? Қане ойланып көрейікші, конусқа ұқсайтын қандай заттар бар? Яғни шарға ұқсайтын, шардың бейнесі тұрна жерде. Шарға ұқсайтын біздің күнделікті доптарымыз, дұрыс, өте тамаша. Ал цилиндрге қандай заттар ұқсайды? Мысалы, көбінесе цилиндрге орындықтардың, дөңгелек орындықтардың беттері көп пайдаланамыз, орындықтар ұқсайды. Ал енді ең қызығы конус. Өзіміздің ең сүйікті тәтті, сол балмұздақтарды конус тәрізді пішінге құйып береді. Ал естеріңе түсті ма? Міне біз кеңістіктегі фигураларды күнделікті өмірде ол фигураларды көріп жүрміз. Яғни ол кеңістіктегі фигура дегеніміз, яғни заттар. Кеңістіктегі фигураларды біз арнайы сызып, картонға сызып, қиып, бір-біріне біріктіріп, қолдан жасап, зат қып шығарамыз. Енді сіздерге тапсырма. Жаңа фигураларды нешеге бөлдік? Жазықта орналасқан фигуралар және кеңістіктегі фигуралар деп екі топқа бөлдік. Міне екеуінің қандай айырмашылығы бар? Қане ойланып көреміз? Дұрыс айтасыңдар. Жазықтықта орналасқан фигуралар жазық бетте сызылады. Және оны бояуға болады. Енді кеңістіктегі фигуралар, яғни олар денелер. Оларды біз ұстай аламыз, көре аламыз. Және оны біз үй тұрмыстарында кез келген заттардың бейнесінде
бақылап көре аламыз. Ал жазықтықта фигураларды жалпы бүйтіп ұстай аламыз ба? Жоқ, әрине ұстай алмаймыз. Көре аламыз, оларды сызамыз, бірақ оны денелер сияқты ұстай алмаймыз. Келесі тапсырма. Бірінші тапсырма жазық фигуралар бейнеленген. Назар саламыз. Мына жерде шеңбер бейнеленген. Екінші тапсырмада кеңістіктегі фигуралар. Осы екеуін бір-бірімен сәйкестендіреміз дейді. Бір-бірімізбен сәйкестендіреміз. Жазықтағы фигураларды кеңістіктегі фигуралармен сәйкестендіреміз. Экранды тоқтатып қойып, сәйкестендіріп шығамыз. Керемет, жарайсыңдар. Келесі тапсырмада дәл сондай күнделікті тұрмыста, айналамызда қолданып жүрген заттарды кеңістіктегі фигуралармен сәйкестендіреміз. Экранды тоқтатып қойып, бірінші шар өмірдегі қандай тұрмыстағы күнделікті қолданып жүрген қандай заттарымызға сәйкес келеді. Немесе текше, немесе пирамида. Қандай заттарға сәйкес келеді. Жақсы. Ал енді жазықтықта орналасқан фигуралардың, яғни модельдерін, бөліктерін алу арқылы композиция құрастырамыз. Міне енді бұл жерде зат емес, яғни бізде жазықтықта фигураларды сызып пайдалана отырып, одан әртүрлі осындай бейнелерді жазық бетке құрастыруымызға болады. Яғни бірінші оны түрлі түсті қағаздан қиып аламыз, өлшеп, одан кейін келесі жұмысшы қағазымызға оны орналастырып, дәл осылай әртүрлі композиция құрастырамыз. Енді естеріңе түсті ма? Жазықтықта фигураларды қалай қолданамыз, қалай пайдаланады екен, және олар жазықтықта қалай орналасатыны. Ал енді кеңістіктегі фигуралар қандай екені. Екеуінің айырмашылығын сезіну арқылы мен сендерге осындай тапсырма ұсынып отырмын. Ойларыңа ой қосайын деп, жазықтықтағы фигураларды пайдалана отырып, осындай әртүрлі композиция құрастыруымызға болады. Өзіңізге қай композиция ұнайды, соны алып жасап көреміз. Ал енді келесі фигуралар, бұлар қандай фигураларға жататын болды? Яғни олар заттар, зат күйінде, оны ұстауға болады, көруге болады, үстелдің үстіне қоюға болады, кез келген жерге қоюға болады, ұстауға болғандықтан, оны кез келген жерге қоюға да болады. Яғни бұндай фигураларды, қандай фигуралар дейтін болдық? Дұрыс айтасыңдар, кеңістіктегі фигуралар. Міне, оқушылар кеңістіктегі фигураларды өз қолдарымен осылай жасап шығыпты. Сендер де жасауларыңа болады. Енді Дана мен Нұржігіт қандай фигуралардың айналасында? Дана қандай фигураның үстіне отырып алыпты? Цилиндр деп те, яғни цилиндр, міне көрдіңіздер ме, ол зат. Зат болғандықтан оны және қолданып отырмыз. Кез келген затты ұстауымызға болады. Кез келген осы жерде тұрған кеңістікте фигураларын әрқайсысын ұстап пайдалануымызға болады. Ал жазықтықта фигура ол жазық бетінде орналасады тек қана. Енді фигуралар туралы сыныбымыз өскен сайын ол туралы көптеген мәліметтер білеміз. Бұл біздің ең алғашқы фигуралар туралы жай ғана түсінуіміз үшін қарапайым тілде сендерге осылай түсіндірдім. Геометриялық жәндегі айтып жатқан геометриялық фигураларды екіге бөлдік. Жазықтықта фигура және кеңістіктегі фигуралар. Кеңістіктегі фигуралар, яғни олар геометриялық денелерге жатады. Дене. Себебі оны біз не істей аламыз, ұстай аламыз, көре аламыз.
Сондықтан да дененің өзін біз жақтарына қарап денелерді екіге бөлуге болады екен. Көп жақты фигуралар, жақтары көп болғандықтан көп жақтылар. Енді айналу денелері бар фигуралар, конус, цилиндр, дөңгелек, айналу денелеріне қарап осылай бөлеміз. Және фигураларды ары қарап, сынымыз өскен сайын фигуралар туралы керемет мәліметтерді түсініп, біліп, оны ары қарап зерттей түсеміз. Жалпы бүгін кеңістіктегі фигура мен жазықтағы фигуралардың қандай болатынына түсініңдер ме? Түсінсеңдер комментарияға жазып, түсінбеген жерлерің болса сұрақтарыңды да қоя кетіңдер. Бұл біздің ең бастапқы фигура туралы жай ғана қарапайым тілде түсіндіріп шықтым. Көп оқушылар сабақ үстінде түсіндірген кезде көбісі ұмытып қалып жатыр. Сондықтан да бұны қайталау есебінде өте қарапайым тілді пайдалана отырып, сендерге түсінікті болсын деп, осылай түсіндіріп шықтым. Келесі кездескенше сау болыңдар.